дұрыс жауап берсеңіз, донер айран мен сыйлыққа. Бір бөлмеде 4 мысық отыр. Әр бұрышта, бір бөлменің әр бұрышында бір мысықтан 4 мысық отыр. Әр мысықтың алдында 3 мысық отыр. Сонда бөлмеде қанша мысық отыр? Әр бөлмеде 4-еу. Бір бөлмеде 4 мысық отыр. Иә, 4 бұрышында 4-еу отыр. 4-еу отыр, аха. 4-еуінің алдында 3-3-тен отыр. 3-тен отыр, аха. 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 16 болады. Аха. 16 мысық отыр. Жоқ, дұрыс емес. Тағы бір попытка. Аха. Тағы есептеп көріңіз. 4-еу 4 бұрышта отыр. 4-еу 4 бұрышта отыр. Әр мысықтың алдында 3 мысық отыр. Әрқайсының алдында 3-еуден 16. Аха. 16 болады ғой. Жоқ. Ладно, тағы бір попытка берейік. Тағы бір попытка дұрыстап санап көріңіз. 4-еу. Мына жерде 1, 2, 3, 4 мысық. 4 мысық. Әр мысықтың алдында 3 мысық отыр. Алдында 3-еу. Анау 4-еу болады. 8, 8, 16 ғой. Негізі 4-еуінің алдында 3-3-тен болса. Әрқайсысының алдында 3-3-тен бар. қарама-қарсыда 3 мысықтан. Сонымен 16 болмай ма енді? попыткаңыз үшін негізі 4 мысық отыр. Әрқайсысы бір-бірін қарап отыр ғой. Қазір айран міне. Кеп тұрыңыз, донер алуға кеп тұрыңыз. Болды. Ас болсын. Мен тамағым осы болып тұр қазір. Бала-шаға жоқ, тамақ істеп береді. Ас болсын. Күнде кеп тұрыңыз онда міне. Айнабұлаққа барып жүремін. Мынаны бірінші мәрте естідім. Ол келіңіз, күнде біз сағат 2-ге дейін жұмыс істейміз. Ең мощный донер. Жақсы, ас болсын. Аха, рахмет.